Достар, менің қазақша каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Айжан 33-ке келгенде өмірінің жартысы өтіп кеткендей сезілетін. Таңертең жұмысына асығып, кешке шаршап оралып, терезе алдындағы гүлдеріне су құйып, үнсіз кешкі ас ішетін күндері бір-біріне ұқсай берді. Бұрын жастау кезіндегі арман, шетелге саяхат, үлкен отбасы, жылы үй, бәрі әлдебір тұман ішінде қалып қойғандай. Жұмыстағылар әдеттегі қалжыңдарын айтқанда, Айжан күліп қоя салатын. Әлі тұрмыс құрмадың ба? Талаптарың тым жоғары шығар, ол күле беретін. Бірақ ішкі түкпірінде әлдебір шаншу қалатын. Көп кештерінде Айжан ноутбугын жайып қойып, жаңа жобаларды қарап отыратын. Сол тыныштық кейде жұбатады, кейде қинайды. Әсіресе үйдің іші тыныш кезде. Бір күні таңертең айна алдында шашын түйіп тұрып, Айжан өз көзіне ұзақ қарап қалды. Неге мен бақытты бола алмай жүрмін? Әлде өзімнен бе, әлде тағдырдан? Жауабы жоқ сұрақтар күн сайын көбейіп бара жатты. Сол күнгі түскі үзілісте Айжан жұмысқа жақын кішкентай кафеге барды. Терезе жанындағы үстелде бос орын ғана қалыпты. Ол отырған кезде жанында отырған жігіт телефонға қарап күліп отыр екен. Жас шамасы 23-5-терде, жүзі ашып, көңілді. Жігіт көзін көтеріп, сыпайы жымиып, рұқсат па? Қайта қарадым. Бос орын іздеп жүргеніңізді көрдім, деді. Иә, әрине, деді Айжан, жай ғана күліп. Көп ұзамай даяшы келді. Айжан әрдайым тапсыратын тамағын айтты. Ал жігіт даяшы кетерде әзілдеді: маған ең дәмдісін әкеліңіз. Себебі бүгін көңіл күйім керемет. Айжан еріксіз жымиды. Көңіл күйіңізді не көтеріп тұр сонша, деді ол әңгімеге араласып. Жігіт иығын көтеріп қойды. Өмір әдемі ғой. Қарап отырсам, адамдар күн сайын асығып, өздері байқамайтын нәрселерді өткізіп алады. Мысалы, бүгінгі ауа райын жас жүрекке бәрі әдемі көрінеді, деп қойды Айжан ойламай. Жігіт оған мұқият қарады. Меніңше, әдемілікті тек жас көрмейді, әдемілікті жүрек көреді. Айжан үнсіз қалды. Бұл сөздер оны біртүрлі толқытты. Айтпақшы, есімім Нұрлан, деді. Жігіт қолын созып, Айжан деп жауап берді ол. Сол сәттен кейін Айжан өзін күтпеген бір жылы, жеңіл әңгімеге тартып әкеткендей күй кешті. Түскі ас біраз уақытқа созылып кетті. Айжан алғашында жай ғана әдеп үшін сөйлесіп отырмын деп ойлаған. Бірақ Нұрланның сөздері жеңіл, ойы терең, әзілі орнымен, ең бастысы ол тыңдай білетін болып шықты. Сіз осы кафеге жиі келесіз бе, деп сұрады ол. Иә, жұмысыма жақын. Әдетім, деді Айжан. Әдетте жақсы. Бірақ кейде олар бізді шектейді, деді. Нұрлан, көріп кел, адамдай сен жассың. Бәрі қызық көрінеді. Үйреншікті дүниенің де өз пайдасы бар, білмеймін, деді. Нұрлан күліп, бірақ қазіргі әдетім сізбен сөйлескенді ұнатып қалған сияқтымын. Айжан сәл тосылып қалды. Жігіттің тік, бірақ тым еркін сөйлеуі оған таңсық еді. Өзі күліп жіберді. Сіз осылай кез келген адамға сөйлей бересіз бе? Жоқ, тек сөйлескісі келетін адамға ғана. Сол бір қарапайым жауап Айжанның ішіне әлдебір жылылық құйып жіберді. Не үшін екенін өзі де түсінбеді. Түскі үзілістің біткенін даяшының есеп әкелгені ғана еске салды. Екеуі бірге шықты. Кафенің алдында Нұрлан қолын сәл көтеріп, тағы да кездесетін шығармыз, деді. Айжан ойлана тұрып, мүмкін, деп жымиып қойды. Бұл сөз Нұрланды ерекше қуантқандай болды. Айжан кеңсеге кіргенде, әлгінде ғана болған жай әңгіменің неліктен жүрегін осылай жылытып кеткенін түсіне алмады. Бірақ бір нәрсе анық еді. Бұл кездесу бір күндік емес. Келесі күндері Айжан өзінен күтпеген нәрсе істеп жүрді. Сыртқа шығарда еріксіз жан жағына қарап, біреуді іздейтін сияқты. Өз сезімін мойындағысы келмеді. Бірақ іште біреудің пайда болғанын сезетін. Бірнеше күннен кейін қайта түскі асқа шыққанда,
Кафенің алдында әлде бір таныс дауыс естіліп қалды. Мынау кездейсоқтық па, әлде тағдыр ма? Айжан бұрылып қарағанда, Нұрлан қолында 2 кофемен келе жатты. Мынау маған ба, деді Айжан таңданып. Иә. Қансыз, көбірек сүтпен. Бірінші кездесуде байқап қойғанмын, деді Нұрлан жай ғана. Айжан үнсіз тұрып қалды. Оны көптен бері ешкім бұлай еске алып, ұсақ нәрселерге мән беріп, көңілін бөлмеген еді. Рахмет, деді баяу. Кафеге кіргенде Нұрлан тағы да сол жеңіл мінезімен сөйлей жөнелді. Бірақ оның әр сөзі Айжанға мейірім сыйлап, біртүрлі қауіпсіз, жайлы әлемге енгізгендей сезілетін. Қалайсыз? Көңіл күйіңіз бүгін жақсы сияқты, деді Нұрлан. Иә, мүмкін солай, деп жауап берді Айжан, өзі де неліктен екенін түсінбей. Егер кешке уақытыңыз болса, жай ғана серуендеп қайтайық па, деді Нұрлан әдеттегі еркін даусымен. Айжан әуелі тосылып, ойланып қалды. Жас айырмашылығы. Адамдар не дейді? Өзіне ойлайды. Бірақ ішкі бір нәзік дауысы, бір серуендеудің несі бар? Деп сыбырлады. Жарайды, деді ол ақырын. Нұрлан сонда ғана нағыз бала сияқты қуанып кетті. Айжан сол сәтте оның қуанышының шынайылығына еріксіз күліп жіберді. Мүмкін өмірінде дәл осындай жеңілдік жетіспей жүргенде болар. Кешке жұмыстан шыққан Айжан өзін бұрын соңды сезінбеген күйде таныды. Қаламаса да асығады, бірақ асыққанын білдірткісі келмейді. Көшенің шамдары жаңа жанып, қала баяу ғана тіріліп жатқандай. Нұрлан алаңда күтіп тұр екен. Ол Айжанды көргенде жүзі жарқ ете қалды. Келдіңіз бе, деді. Ол шын қуанып, уәдем бар ғой, деп күліп қойды Айжан. Екеуі ұзында тыныш көшені бойлай баяу жүрді. Ауа таза, жел жұмсақ. Айналадағы жарықтар қалаға біртүрлі жылы рең сыйлап тұрғандай. Айжан, деді Нұрлан кенет, сіз кейде тым жалғыз көрінесіз. Айжан тоқтай жаздап, оған таңдана қарады. Оны қайдан байқадың білмеймін. Кейде адам сөйлеген сөзінен емес, тыңдамаған үнінен жалғыздықты аңғаруға болады. Бұл сөз Айжанды терең ойға батырды. Ол ұзақ үнсіз жүрді де, мүмкін солай шығар, деді ақыры. Неге, деп сұрады Нұрлан. Айжан иығын көтерді. Өмір, жұмыс, уақыт, білмеймін. Басқа ештеңеге қол тимей кетті. Кейде адамға жай ғана біреудің қасында болу керек, деді Нұрлан сабырлы дауыспен. Әңгімелесетін, тыңдайтын, түсінетін адам. Айжан оған қарай алмай, алыстағы жарықтарға көз тікті. Сен жассың, бәрін жеңіл қабылдайсың. Ал сіз өзіңізді тым кәрі санайсыз, деді Нұрлан күліп. Бұл да дұрыс емес. Айжан еріксіз жымиып жіберді. Екеуі сол кеш бойы түрлі тақырыпта сөйлесті. Кітаптар, армандар, жүрекке жақын ойлар. Көптен бері ешкіммен бұлай еркін сөйлеспегенін Айжан сезді. Кештің соңында Нұрлан ертеңде көргім келеді, деді жай ғана. Айжан жауаптан қашпай менде, деді. Бұл жауап Нұрланды үнсіз қуантты. Келесі күні таңертең Айжан өзін қуанышты сезінуі керек еді. Бірақ керісінше жүрегі ала көңіл, тынышы қашты. Жұмысқа келгенде әріптесі Әлия бүгін біртүрлі жарқырап тұрсын ғой, деп әзілдеді. Айжан бірден қызарып кетті. Жоқ, жай ғана ұйқымды жақсы алыппын, деп өтіріктен құтылды. Бірақ Әлияның бұл сөзі оның ойын тас-талқан етті. Мен тым байқалып жүрмін бе? Адамдар көре бастады ма жұмыс істей отырып? Айжан арасында Нұрланға жазбақ болып телефонға қарап қояды да қайта қойып қояды. Бәрі тез болып кетіп жатқан жоқ па? Екеуміздің арамызда 10 жас айырмашылық бар. Ертең ол өзгеріп кетсе ше? Осы ойлар жүрегін мазалап, күдігін оятты. Түстен кейін Нұрлан хабарласты. Кешке тағы да серуендейміз бе? Айжан ұзақ ойланды. Саусақтары телефонның үстінде тұрып қалды. Иә деп жазайын десе қорқақ ойлар қайта оралады. Жоқ деп жазайын десе жүрегі қимайды. Ақыры ол жіберді. Бүгін алысып кеттік. Ертең сөйлесейік. Жауап бірден келді. Жақсы.
Қалай сезінсеңіз, солай болсын. Бұл мейірім оның жүрегін одан бетер ауырлатты. Айжан терезеге қарап тұрып, өзіне сыбырлады. Мен не істеп жүрмін өзі? Неге қорқамын? Ол сезімнің басталғанын мойындады. Ал сезім басталса, қорқыныш та бірге келеді. Келесі күн Айжан үшін ұзақ өтті. Ол әдеттегіден тұйық, аз сөйлейтін болды. Ішкі дүниесі екіге жарылғандай, бір жағында Нұрланмен бірге болған шаттық, екінші жағында түсініксіз қорқыныштар. Кешке жақын телефоны қайта діріл қақты. Нұрлан, қайырлы кеш. Күшіңіз қалай? Кеше мазасыз сияқты болдыңыз. Айжан біраз ойланып барып жақсы. Жай шаршау шығар, деп жазды. Бірақ Нұрлан мұнымен тоқтамады. Егер сөйлескіңіз келмесе де, мен қасыңызда бола аламын. Әр адам кейде өзін жаман сезінеді. Бұл қалыпты нәрсе. Айжан телефонға ұзақ қарап отырды. Өмірінде алғаш рет біреу оны ештеңе талап етпей, мәжбүрлемей, жай ғана түсінгісі келгендей түсінік танытып тұр. Сәлден соң тағы бір хабарлама келді. Айжан, менің сізге деген ниетім жеңіл емес. Сізді құрметтеймін, әзілдеп қана жүрген жоқпын. Бұл сөздер Айжанның жүрегіне жылы таралды. Бірақ қорқынышын да күшейтті. Мен сенен үлкенмін деп жазды ол ақырын. Нұрлан жауап берді. Жас айырмашылығы өмірбаянның бір жолы ғана. Ал адамды жасайтындай нәрсе оның жүрегі. Сіздің жүрегіңіз мейірімді. Маған сол ұнайды. Айжан осы хабарламаны қайта оқыды. Ол көптен бері ешкімнен мұндай сөз естімеген еді. Сол сәтте, оның ішінде әлсіз үміт сәулесі жылт етті. Түс ауа. Айжан терезеден көшеге қарап тұрып қалды. Кеше алған сөздер көңілін бірде көтеріп бірде мазасыздандырып отыр. Әлі ойланып жүрсің бе деді. Әлия жанынан өтіп бара жатып, бүгін бір түрлісің тағы. Айжан басын шайқады. Жай жұмыстың көптігі ғой. Бірақ ойы мүлде басқа жақта еді. Сол кезде айнада есік шынысында өзін көріп қалды. Естияр, жинақы, әдемі киінген әйел. Бірақ жанарында сенімсіздік. Мен не үшін осылай қорқамын, деп ойлады ол. Өзімнің шешімімнен бе, әлде басқалардың сөзінен бе? Ол бұрынғы жігіттерімен болған сәттерді еске түсірді. Бәрі дұрыс басталып, бірінен соң бірі созылмай аяқталған еді. Уақыт өте келе жүрегі айналасына қабырға тұрғызып алған еді. Кешке жұмыстан шыққанда жел қатты, аспан тұнжырап тұрды. Айжан аялдамада жалғыз тұрды. Қолына телефон алып, Нұрланға жазайын деп тұрып, қайта қойды. Бірақ дәл сол сәтте оның жанына жақындаған дауыс естілді. Сәлем, Айжан. Айжан жалт қарады. Нұрлан. Қолында қолшатыры бар. Сені үйге дейін жеткізейін деп келдім деді. Ол жай ғана қайдан білдің мен осында тұратынымды? Кеше жұмысыңның қай бағытта екенін айтып қалғансың. Айжан бір сәт тосылып қалды. Оның жай ғана қамқорлықпен келгені сезілді. Екеуі қолшатырдың астында бірге жүрді. Жол бойы Айжан үндемеді. Нұрлан да асықтырмады, сұрақ қоймады. Тек жанында мейіріммен қатар жүрді. Үйдің алдына келгенде Нұрлан жай ғана сізге ештеңе дәлелдемеймін. Тек жаныңыздан табылғым келеді. Егер бір күні сенсеңіз, сол жеткілікті. Айжан оның көзіне қарағанда, ішіндегі қорған қабырғаларының бір бұрышы қирай бастағанын сезді. Келесі күндері олардың арасындағы байланыс біртіндеп қалыпқа келе бастады. Айжан бұрынғыдай секемшіл емес, бірақ әлі де сақ. Ал Нұрлан оны асықтырмауға тырысты. Бір кеште ол хабарлама жіберді. Ертең уақытыңыз болса, бір жерге апарғым келеді. Тыныш жер. Демалып қайтар едің. Айжан ұзақ ойланып, ақыры, жарайды, деп жауап берді. Келесі күні Нұрлан оны жұмысынан алып кетті. Екеуі кітапханаға барды. Үлкен, жарығы жұмсақ, тыныш зал. Сен кітапханаға келуді ұнатады деп ойламап едім, деді Айжан күліп.
Сенің даусыңнан байқадым, деді Нұрлан. Сен асықпайтын, тыныш дүниелерді жақсы көресің. Айжан таңдалды. Оны көптен бері ешкім бұлай дәл тани алмаған еді. Екеуі бөлімдерді аралап, сөрелердің арасында сөйлеспей жүрді. Мазмұнды әңгіме болмай, бірге болудың өзі бір тыныштық сыйлап тұрғандай. Бір сәтте Нұрлан бір кітапты алды да, сенің мінезің осыған ұқсайды, деді. Неге? бір қарағанға жай ғана кітап. Бірақ ашсаң толған терең ой, төзім, әсемдік. Айжан оған қарағанда, жүрегі әлсіз ғана дір етті. Екеуі кітапханадан кейін театрға барды. Қарапайым қойылым, бірақ Айжан үшін ерекше болды, өйткені оның жанында үнсіз жүрекке жылулық сыйлаған адам бар еді. Бұл күн Айжанға көптен бері сезінбеген тыныштықты тарту етті. Бір апта өткенде Айжанның туған күні жақындады. Ол ешкімге айтқан жоқ. Жай ғана жұмыс күні деп қабылдады. Кешке үйіне келе жатқанда кіреберіс алдында біреу күтіп тұрғанын байқады. Жақындап еді Нұрлан. Сәл кешіктім, деді. Ол қолындағы кішкентай пакетті созып, туған күніңмен, Айжан. Айжан таңырқап қалды. Мен саған айтқан жоқпын ғой. Иә. Бірақ бір кезде кездейсоқ күнтізбеңді көріп қойғанмын, деді. Нұрлан ұялып, егер рұқсат болса, осыны бергім келеді. Айжан пакетті ашқанда ішінен әдемі лентаға оралған конверт шықты. Ішінде сурет салу курсына арналған сертификат. Айжан үнсіз қалды. Аяғында әлсіз діріл сезілді. Сен неден білдің мен? Деді ол тежеле сөйлеп. Кафеде бір кезде жөнекей айтқансың. Кішкентай арманың сурет салуды үйрену деп. Сол есімде қалып қойды. Айжан сол сәтте не айтарын білмеді. Көзіне еріксіз жас толды. Айжан. Ренжіткім келмейді, деді. Нұрлан абдырап. Жоқ, деді Айжан күлімсіреп. Ренжіткен жоқсың, тек біреу менің кішкентай арманымды да құнды санайтынын ұмытып қалыппын. Нұрлан баяу ғана жымиып, армандардың кішісі болмайды. Олар адамның жүрегі. Айжан оның көзіне қарағанда, бүкіл қорқыныштары әлсіз тарқағандай болды. Бұл күні ол Нұрланның сыйлығынан гөрі, оның назарын, түсінуін, мейірімін бағалады. Сол сәттен бастап Айжан оның жанынан кеткісі келмейтінін алғаш рет анық сезді. Келесі күні Айжан жұмыстан ерте шықты. Көңілі бұрынғыдай ауыр емес, қайта бір түрлі жеңіл, тыныш. Кешегі әңгімеден кейін ол ішіндегі хаос азайғандай сезінді. Үйге бара жатып, Нұрланнан хабарлама келді. Бүгін саған бір нәрсе көрсеткім келеді. Уақытың бар ма? Айжан ойланбастан бар. Кездесу орны қаланың шетіндегі ескі көрме орталығы. Айжан келгенде Нұрлан қасында шағын қорап ұстап тұр екен. Бұл не? деп сұрады Айжан. Нұрлан жымиып алдымен ішке кірейік. Көрменің ішінде түрлі суреттер ілінген. Айжан алғаш кіргенде ақ жүрегі үлпілдей бастады. Мұнда өзі армандаған, өзі ұнататын стильдегі картиналар көп. Бір бұрышқа келгенде Нұрлан тоқтады. Мынау, деді, ол саған арналған. Айжан қабырғадағы суретке қарады. Ол түнгі қала бейнесі еді. Жарығы жұмсақ, түстері тыныш. Бірақ ең бастысы, суреттің бір шетінде терезе алдында отырған әйелдің бейнесі бар. Ол жалғыз отыр, бірақ жүзінде үміт бар. Бұл, деді. Айжан сөзіне қиналып, мұны сен? Иә, деді. Нұрлан, сенің түнгі терезеге қарап отырғаныңды бір рет көргенмін. Сол сәт есімде қалып қойды. Мен үшін сен дәл осындайсың. Тыныш, ойлы, бірақ ішінде үлкен жарық бар адам. Айжанның көзіне еріксіз жас келді. Неге бұны маған көрсетесің? деп сыбырлады ол. Нұрлан терең дем алып, өйткені мен сенің өміріңе жай ғана кіріп, шығып кеткім келмейді. Мен сенің жанында қалғым келеді. Баяу болса да асықпай. Ешқандай қысымсыз, тек мені өткізбей қойсаң болды. Айжан жауап бермей ұзақ тұрды. Жүрегі бұрынғыдай қашып емес, жақындап соға бастады. Уақыт тоқтап қалғандай.
Ақырында ол Нұрланға қарай бұрылып, мен сені өткізбеймін деді. Бұл сөзді айтқанда оның дауысы дірілдесе де сенімді еді. Сурет көрмесінен шыққан соң, Айжан мен Нұрлан біраз үнсіз жүрді. Екеуінің арасында бұған дейін болмаған жаңа сезім пайда болғандай, бұрынғыдай күдік емес, тыныш жақындастық. Сол сәтте Айжан Нұрлан деді, абайлап, бүгін мен көп нәрсені сездім. Өзіме де түсініксіз. Айта бер, деді Нұрлан жұмсақ дауыспен, мен саған сенгім келеді. Бұрынғы қорқыныштарымды бағанағы сөздерің сейілтті. Бірақ мен баяу жүргім келеді. Нұрлан жымиып, дәл солай. Мен асықпай, ақ қояйық дедім ғой. Екеуміз бір қарқынмен жүреміз. Олар жол бойы сөйлесіп келе жатып, Айжанның үйінің алдына жетті. Айжан тоқтап, кілтін іздегендей болды да, кенет Нұрланға қарады. Кіресің бе, шай ішіп кет егер уақытың болса. Бұл сөз Айжанның бұрынғы қалпына қарағанда үлкен қадам болатын. Өйткені ол оған алғаш рет өз кеңістігін ашып тұр. Қуана деді. Нұрлан үйге кірген соң Айжан бірден шай қойды. Нұрлан бөлмені қарады. Таза, қарапайым, бірақ Айжанның өзіне тән жылылығын сездіретін үй. Сенің үйің өзіңе ұқсайды, деді ол. Қалай деп күліп сұрады. Айжан тыныш, жұмсақ, іші кең сияқты. Айжан оның сөзінен қысылып қалады деп ойлаған, бірақ керісінше біртүрлі рахат сезім биледі. Шай ішіп отырғанда Нұрлан жай ғана Айжанның қолын ұстап, алақанын сипап отырды. Бұл ешқандай асығыстықсыз, тым тереңдігі жоқ, бірақ солай бола тұра өте жақын сәт болды. Айжан оның иығына басын қойды. Бұл олардың алғашқы тыныш, шынайы жақындығы еді. Келесі аптада олардың арасы бұрынғыдан да жылына түсті. Екеуі жиірек кездесіп, ұзақ сөйлесіп, бір-біріне жақындай берді. Айжан тіпті жұмысқа қуанып баратын болды, өйткені кешкісін Нұрланды көретінін білетін. Бірақ осы тыныштық ұзаққа созылмады. Бір күні түстен кейін Айжанға әпкесі Гүлмира хабарласты. Сені көрдім кеше, деді ол ауыр дауыспен. Бір жас жігітпен жүр екенсің. Айжанның жүрегі зу етті. Иә, деді ол сенімсіз. Нұрлан досың ба? Әлде деп әпкесі тұспалдады. Айжан, сен не істеп жүрсің өзі? 10 жас кіші. Ертең сені тастап кетсе қайтесің, қоғам не дейді? Ойланып жүрсің бе? Бұл сөздер Айжанның жүйкесін дір еткізді. Бүкіл қорқыныштары қайтадан тіріліп шыққандай. Гүлмира, мен бәрін ойланып жүрмін, деді Айжан жай ғана. Бұл менің өмірім емес пе? Сенің өмірің. Иә. Бірақ біз отбасы. Саған жамандық тілейміз деп ойлама. Ертең жүрегің сынып қалса, кімге жылап келесің? Айжан үндемей қалды. Кеудесіне қайтадан ауыр тас түскендей. Кешке Нұрлан келгенде Айжан әдеттегідей қуанып шыққан жоқ. Көзі бұлдыр, көңілі алаң. Саған бірдеңе болды ма? деп сұрады Нұрлан. Айжан бір сәт ойланды да, ақырында әпкеммен сөйлестім, деді ол. Біздің арамызға қарсы сияқты. Нұрлан терең дем алды. Түсінемін. Олар үшін бұл әдеттен тыс болуы мүмкін. Бірақ сенің шешімің, сенің өмірің. Ешкімнің пікірі саған қысым болмау керек. Айжан басын шайқады. Бұл оңай емес. Сен ойлағаннан да қиын. Нұрлан оның қолын ұстап, сол қиындықты екеуміз бірге көтереміз, деді. Айжан сол сәтте оған қарап тұрып, бір жағынан сенгісі келді. Екінші жағынан әпкесінің сөздері әлі де удай батып тұр еді. Әпкесімен әңгімеден кейін Айжан бірнеше күн бойы мазасыз жүрді. Жұмыста да, үйде де ештеңеге көңілі толмай, ойы екіге бөлініп кеткен. Кешкісін Нұрлан хабарласып, жақсысың ба деп сұраса, Айжан бұрынғыдай жылдам жауап бермейтін болды. Бір күні Нұрлан оны жұмысынан алып кетуге келді. Айжан алғашында қуанып қалғандай болды, бірақ жанарында әлсіздік бар еді. Жүр, бір жерге барайық, деді Нұрлан. Олар қала сыртына шығып, тыныш орынға тоқтады. Күн батып бара жатқан шақ.
Көлеңкелер ұзарып, айнала жылы түске боялған. Айжан, деді Нұрлан, біз соңғы күндері бірімізден алыстап бара жатқан сияқтымыз. Себебі, не, маған айтшы. Тыңдаймын. Айжан ұзақ үндемей отырды. Сосын ақырын ғана, маған қиын. Мен өмір бойы бәрінен қорқып үйренгенмін. Адамдардың сөзі, жасың бәрі мені ойландырады. Әпкем олда уайымдайды, ал сен не қалайсың деп бөліп жіберді. Нұрлан, адамдар не дейді емес. Отбасы не ойлайды емес. Сенің жүрегің не дейді? Айжан көзін төмен салды. Қолдары дірілдеді. Мен сенімен болғым келеді. Қорықсам да болғым келеді. Бұл сөздерді айтып болғанда, ол өзінен бір үлкен жүк түскендей сезінді. Нұрлан оған жақындап, жай ғана құшағына тартты. Қатты емес, сұрамай, тек қолдау үшін. Онда ештеңеден қорықпа, деді ол, мен бармын. Жаныңдамын. Әр қиындықты екеуміз бірге алып шығамыз. Айжан оның иығына басын қойды. Көңілі алғаш рет шынайы тыныштыққа бөленді. Бұл оның өзі үшін жасаған ең батыл таңдауы еді. Келесі апта Айжан үшін күтпеген өзгеріспен басталды. Ол әпкесіне барып, бәрін ашық айтуға бел буды. Гүлмира оны тыңдап болып, сен шынымен бақыттысың ба деп сұрады. Айжан ойланып тұрып, иә, бұрын бұлай сезінбегенмін, қалғанының бәрін біртіндеп шешеміз. Маған тек қолдау керек, деді. Әпкесі ұзақ қарап тұрды да, ақырында күрсініп, онда қарсы болмаймын, деді. Тек өз жүрегіңді тыңда. Айжан бұл сөзге күлімсіреп, жеңілдеп қалды. Кешке ол Нұрланға хабарласты. Кездесейік. Саған бір нәрсе айтқым келеді. Нұрлан дереу келді. Айжан оны көріп, еш ойланбастан құшағына барып, мен енді қашпаймын, деді. Қасыңдамын. Нұрлан оның бетін ұстап, маңдайынан сүйді. Сенің жанында болу менің де таңдауым, деді ол. Түнгі жағалауда екеуі қатар отырып, қала шамдарына қарап, ұзақ әңгімелесті. Әр сөз, әр күлімдеу, әр тыныс жаңа бастау сияқты. Айжан ойланып, бізге әлі қиындықтар көп шығар әрине, деді. Нұрлан, бірақ біз бірге болсақ бәрін жеңеміз. Олар қол ұстасып, үнсіз отырды. Сыртта таң атып келе жатты. Аспан бозарып, алғашқы жарық шашылды. Бұл жарық екеуіне де жаңа күн, жаңа өмір, жаңа жол сыйлағандай еді. Олардың хикаясы енді ғана басталып келе жатқан болатын.